Куруми жеке мектепте оқиды және жеңіл атлетикамен айналысады. Кезекті жаттығудың бірінде ол байқаусызда құлап қалады. Бұған себеп оның алдынан өзі ғашық болып жүрген Кацураги есімді жігіттің өтуі. Шындығында осыдан кейін Куруми медпунктке барады. Онда медбике Мегуми алғашқы көмек көрсетеді. Сонымен қатар ол жергілікті йога мұғалімі болып табылады. Медпунктке Куруми сияқты Юки де үнемі келіп тұрады. Біраз уақыттан кейін Куруми велосипедке мінбек болғанда, Кацурагидің кенеттен пайда болуынан тағы да құлап қалады. Осылайша олар үйге бірге қайтады. Жолда олар мүлдем әртүрлі тақырыптарда сөйлеседі және мұның бәрі Курумиге қатты ұнайды. Келесі күні ол медбикенің кабинетіне жүгіріп келіп, кешегі болған жағдайларды айтып береді. Мұның бәрін Юки де естиді. Ол Курумиден жігітке өз сезімін білдіруін сұрайды. Ал Мегуми оған батыл болуды және ештеңеден қорықпауды тілейді. Оған кететін уақыт болды, өйткені бағбандар клубының президенті өзімен бірге баруды сұрайды. Бірақ оған дейін ол Куруми мен Юкиге де осы клубқа мүше болуды ұсынады. Біз олардың клубына ауысамыз, онда олар бірге ас дайындап жатыр және дастархан басында Юки пияз жинағысы келетінін айтады. Ол үшін олар шатырға көтеріледі. Онда олардың қажетті көкөністер өсетін шағын плантациялары бар. Олар қажеттінің бәрін жинап алған соң өз сыныптарына барады. Онда оқушылар оның сыйына таң қалады. Бірақ егер бұл оның басындағы галлюцинация ғана екенін ескермесек, айналаның бәрінде нағыз қиранды, сынған әйнектер, ал көшеде зомбилер қаңғып жүр. Басқа қыздар мен медбике қауіпсіз аймақты қалай қорғаудың жоспарын құрады. Тамақтары өте аз болғандықтан Юри мен Куруми асханаға барып, мүмкіндігінше көп тамақ алып келулері керек. Олар өздерімен бірге көптеген пинг-понг шарларын, бита мен күректі алады. Олар баспалдақпен келе жатқанда жолдарында әртүрлі зомбилер кездеседі. Олардың назарын бірнеше шармен басқа жаққа аударудың сәті түседі. Бірақ олар қанша тырысқанымен алдарынан Курумиге тап беретін зомби шығады. Бірақ Юри қорыққандықтан ештеңе істемейді. Кейін тағы бір зомби пайда болады және тек сонда ғана Юри оны жоюды және құрбысына көмектесуді ұйғарады. Содан соң олар асханаға кіріп, онда тағы бір қызды, Микиді тауып алады. Ол бағбандар клубының жаңа мүшесі болады. Олар оның денесінде тістелген жерлердің бар жоғын тексеріп, алғашқы тексеру жүргізеді. Оның жағдайы жақсы екенін түсінген соң, олар ақыры танысады. Кешкі ас кезінде Мики мұндай жағдайда Юкидің қалайша соншалықты көңілді болатынын түсінбейді. Соған байланысты келесі күні оған Юкидің осылайша сыртқы әлемнен қорғанатынын және зомби мүлдем жоқ қиял әлемінде өмір сүретінін айтады. Бірнеше күннен кейін Мики мұғалімдер бөлмесін тексереді. Ол жерден өзіне қажет болуы мүмкін заттардың бәрін жинап алады. Бірақ мұны Куруми байқап қалып, оған кілттерді іздеудің қажеті жоғын, өйткені оған ештеңе көмектеспейтінін айтады. Бүкіл ғимаратты зомбилер қоршап алған және қашудың ешқандай жолы жоқ. Мики ашуланады, өйткені ол мүлдем келмеуі мүмкін гипотетикалық көмекті қалайша жай ғана күтіп отыруға болатынын түсінбейді. Түнге қарай дау сыныптардың бірінде жалғасады, ал есік сыртында Юки тыңдап тұрады, бірақ медбике оны алып кетеді. Ал кабинетте Юри неліктен клуб құруды ұйғарғандарын айтуды шешеді. Біз ең алғашқы күнге ораламыз. Қыздар шатырда тұрып, төменде бәрінің неге екені белгісіз бір жаққа қарай қашып жатқанын, ал олардың бір бөлігі бір-бірін тістеп жатқанын байқайды. Кацураги Курумиге көмекке жүгіріп келіп, оны мектепке дейін ертіп барады. Сол кезде олардың алдынан бірден зомбиге айналатын адам шығады. Олар шатырға жеткенде, Кацураги Курумиді қорғайды. Юки Кацурагидің қолындағы ізді байқап, оның жақында басқаша болатынын түсінеді. Кацураги одан өзіне мүмкіндігінше алшақ тұруды сұрайды және Курумиді ұнататынын айтуды ұйғарады. Бірақ осы сөздерден кейін ол зомбиге айналады және Куруми оның өмірін аяқтайды. Ал кешке қарай олар мектеп өмірі клубын құруды ұйғарады. Жаңа күн туады және Мики мектептен жалғыз кетуді ұйғарады. Ол үшін ол динамиктерден қатты дыбыстар шығарады. Оған зомбилердің көпшілігі жиналады. Бірақ ол мектеп аумағынан шығып үлгермей, оны Юки қуып жетіп, ешқайда кетпеуді сұрайды. Мики мұндай ұсыныстан бас тартып, қолайлы көлік іздей бастайды. Бұл уақытта басқа қыздар музыка беріп тұрған бөлмеге жүгіріп барып, барлық құрылғыларды өшіреді. Соның салдарынан зомбилер көліктің төбесіне тығылып үлгерген Юки мен Курумиді байқап қалады. Бірақ қыздар оларды тез тауып алып, мектепке қайта оралуға көмектесті.
Келесі күні Куруми мен Мики қоймаға баруы керек. Олар ол жаққа бара жатқанда алдарынан бірнеше зомби шығады. Олар проблема тудырмай тез жойылады. Ал қоймада оларды нағыз джекпот күтіп тұр еді. Тамаққа толтырылған көптеген қораптар. Олар азық-түлікті тасып жатқанда алдарынан зомби шығады және Куруми Кацурагидің оны құтқарғанын, бірақ өзі зомбиге айналған сол күнді есіне түсіруді ұйғарады. Соның салдарынан ол абдырап қалады, бірақ соңғы сәтте оны Юри құтқарып қалады. Күз келеді және олар зомби болмаған кездегідей күзге фестиваль өткізуді ұйғарады. Көңіл көтеру кезінде өрт дабылы іске қосылады. Олар оның неге қосылғанын түсінбек болып, зомбилердің ішке кіріп кеткенін түсінеді. Зомбилердің бірі қашу кезінде байқаусызда бәрін өртеп жібереді. Зомбилер оларды бірнеше топқа бөліп тастайды. Куруми олардың бірнешеуін бөгеп қалуға тырысып, басқа қыздардан мүмкіндігінше тезірек қашуды сұрайды. Куруми шатырға шығып, желдеткіш шығыңқы жерге өрмелеп үлгереді. Оның жанында Кацурагидің елесі пайда болып, оған өзінің ұнағанын, ешқашан берілмеу керектігін айтады. Куруми барлық зомбилерден секіріп өтіп, тез серпіліспен қашып кетуге толық мүмкіндігі барын түсінеді. Ол күрегіне дейін ұшып жетіп, онымен алға қарай ұмтылады. Бірақ ол құрбылары тығылып отырған сыныпқа жеткенде ешкімді байқамайды және олар енді жоқ деп ойлайды. Бірақ бұрыштан құрбыларының дауысы естіле бастайды және олар бірге зомбилерден қорғана алады. Куруми, Мики және Юри қуанышты, олардың жағдайы жақсы. Бірақ олар Юкидің қайда екенін білмейді. Сонымен қатар олардың әңгімесінде Мегуми туралы бірде-бір сөз болмады. Олар Юкиді тауып алады және Мегумидің бірінші күні ақ зомбиге айналғаны, ал осы уақыт бойы ол Юкидің қиялында болғаны белгілі болады. Куруми Мегумиді босатуды ұйғарады. Осыдан кейін Юки ақыры өз қиялынан шығып, олардың қандай тұзаққа түскенін және Мегумидің енді олармен бірге еместігін түсіне бастайды. Мұның бәрі Юкиді мұңайтады, ал басқа қыздар оны жұбатуға тырысады. Біраз уақыттан кейін олар зомбилердің мектепке кіріп кеткенін және электр жарығы мен су жүйесінің істен шыға бастағанын түсінеді. Бұл оларды мектепте қалуға болмайды деген ойға әкеледі. Демек, аман қалу үшін жаңа орын іздеу керек. Бірақ кетер алдында олар мектеп бітірушілерге арналған өзіндік рәсім өткізуді ұйғарады. Оның барысында қыздар бір бүтін болып қаншама жолды бірге өткендерін түсінеді. Осыдан кейін олар өздерімен бірге алып кете алатын заттардың бәрін жинап, көліктің жүк салғышына салады. Олар қала ішінде келе жатқанда зомбилердің барлық жерде екені белгілі болады.